Good day for everyone. Today we will learn about the grammar can and can't. Бүгінгі өтейін деп отырған тақырыбымыз can және can't. Бұл сөздер не мағынаны білдіреді және оны қай кезде қолданамыз. Can және can't сөздері мен бір нәрсені істей аламын, can't істей алмаймын деген мағынаны білдіреді. Өте оңай грамматика. Ability деген сөз мына жердегі қабілет деген мағынаны білдіреді. Яғни сіз өзіңіздің қабілетіңіз жайлы айтқан кезде қолданасыз. Can және can't басқа грамматикалардан неге ерекше және де неге оңай? Өйткені can және can't сөзі барлық есімдіктерде, барлық адамдарда, I, you, we, they, he, she, it барлығында бір түрде қолданылады. Мысалға, мен істей алам, I can. Сен істей аласың, you can. Ол істей алады, he can. Егер ұл болса, қыз істей алады, ол she can. It can. Біз жасай аламыз, we can. Сендер істей аласыңдар, you can. Және де олар істей алады, they can. Осы can сөзінен кейін не істей аламыз, сол іс-әрекетті қоямыз, болды, ары қарай жалғастырып кете береміз. Өте оңай грамматика. Мысалға, мына жерде сіздерге сурет көрсетілген. Суретте адам жүзе алады, I can swim. I мен істей аламын, не істей аламын? Жүзе аламын. I can swim. Келесі мысалға назар аударайық. She can play the piano. Ол пианинода ойнай алады. He can play tennis. Ол теннис ойнай алады. Енді негатив формасы, негатив дегеніміз болымсыз түрі, Болымсыз түрі сіздерде мына жерде көрсетілген барлығы. Біз болымсыз түріне тек not сөзін жалғау арқылы жасаймыз. Мысалға, I cannot немесе оны қысқартуымызға болады, I can't. You cannot, you can't. He cannot, he can't. She cannot, she can't. It cannot, it can't. We cannot, we can't. You cannot, you can't. Және де соңғысы, they cannot, they can't. Көріп тұрғандарыңыздай, тағы да барлық есімдіктерге бір сөз қолданылады. Енді мысалға назар аударайық. Kangaroos can't talk. Кенгурулар сөйлей алмайды. Істей алмайды, не істей алмайды? Talk, сөйлей алмайды. Бір іс-әрекетті қоямыз. Dolphins can't run. Дельфиндер жүгіре алмайды. Енді сұрақты қалай қоямыз? Сұрақты қою үшін сіздерге жаңа біз сөйлем құрастырған кезде бірінші есімдікті қойған болатынбыз. Сосын мысалға I деген есімдік қойып, екінші can'ды қойған болатынбыз. Енді сұрақ қоятын кезде керісінше can'ды бірінші қоямыз, екінші орынға есімдікті қоямыз. Екеуінің орны сөйтіп ауысатын болады. Енді мына жерге назар аударайық. Can I, мен істей аламын ба? Can you, сен істей аласың ба? Can he, can she, can it, ол істей алады ма? Үшеуінің мағынасы. Can we, біз істей аламыз ба? Can you, сен істей аласың ба? Немесе сендер істей аласыңдар ма? Және де can they, олар істей алады ма? Енді жанында тұрған не ол? Осы сұрақтың жауабы. Short answers, қысқа жауабы. Can I, мысалға бір нәрсені сұрап жатса, мысалға, yes, I can, мен жасай аламын. Немесе no, I can't, жоқ, мен жасай алмаймын. Yes, she can, ол жасай алады. No, he can't, жоқ, ол жасай алмайды деген мағынаны білдіреді. Көріп тұрғандарыңыздай. Енді
мына жерде сіздерге бір сұрақ беріп қойған. Мысалға, can you swim? Сен жүзе аласың ба? Бірінші міндетті түрде can тұрады, екінші адам тұрады, сосын іс-әрекет тұрады. Can you swim? Сосын мына адам жауап береді. Я, мен жүзе аламын. Yes, I can. Я, мен жүзе аламын. Сосын көбінесе біз мектептерде апайымыз үйрететін, я, can I go to the toilet? Туалетке немесе сыртқа шығып келсем бола ма деген сияқты рұқсат сұраған кезде біз осы can'ді қолданатынбыз. Я, can I go to the toilet? Мен сыртқа шығып келсем бола ма? Біреуден рұқсат сұрап жатырмыз. Түсінікті ғой, сондай жағдайда да қолданамыз.